Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын керемет балық қуыратын боламыз. Бұл балықтарды жолдасым отбасымызға арнап пісірген болатын. Сіздермен де бөлісуді жөн көрдік. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өздеріңізге ұнайтын кез келген балық түрін алсаңыздар болады. Сыртындағы қабыршығын жақсылап тазалап, жуып, ішіндегі керек емес жерлерінде алып тастаймыз. Және де қуыруға ыңғайлы болатындай етіп, осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Ал енді дәміне қарай тұз себелейміз. Балыққа негізгі дәм беретін осы тұз болғандықтан, тұзын кем қылып қоймай немесе артық салып жібермей, жақсылап тұздап аламыз. Одан кейін қалауларыңыз бойынша қара бұрыштан да қоссаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осы тұзы мен бұрышы жақсы сіңу үшін бетін жауып бір жарты сағат уақытқа қойып қоямыз. Ал егерде балықтың иісі қолдарыңызға сіңіп кетпей қалатын болса, лимонмен сүртсеңіздер тез-ақ кетіп қалады, сондықтан осы әдісті пайдаланыңыздар. Ал енді табамызға май құйып, қыздырып дайындап қоямыз. Майды тым қатты аз етіп те құйып қоймаңыздар. Одан кейін қазір балықты аунатуға бізге ұн қажет болады. Ұнды да осылай бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Одан кейін тұзы әбден сіңген балығымызды алып, осылай ұнға барлық жағын біркелкі етіп аунатып, қызып тұрған майға салып, екі беті қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Негізінен көпшілігі балықты бұлай ұнға аунатып отырмай-ақ та құр өзін пісіре береді. Сонымен қатар балыққа арнайы кляр дайындап, сол клярға малып пісіретіндер де бар. Енді ол жағын өздеріңіз білесіздер, өздеріңізге қалай ыңғайлы, қалай ұнайды, солай пісіре бересіздер. Бірақ біз үнемі осылай ұнға аунатып пісіреміз. Балығымыздың бір беті жақсылап қызарып піскеннен кейін келесі бетіне қарай аударып, келесі бетінде дәл осылай қып-қызыл етіп жақсылап қуырып аламыз. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, қазақ тілді осындай кулинарлық YouTube каналымның әрі қарай өсіп, әрі қарай дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Осылайша балығымыздың екі жағы жақсылап қызарып қуырылғаннан кейін, бойындағы артық майларын тез сіңіріп алу үшін осылай қағаз майлыққа орналастырамыз. Сонымен қатар қазір осы балықпен жеуге бір пиязды ұсақтап турап, үстінен 9% сірке суынан, яғни уксустан кішкене ғана сеуіп, аздап қана тұз себелеп, қара бұрыштан қосып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Сол кезде пияздың бойындағы барлық ащысын алып, әдемі болып, қазір балықпен жеуге керемет болып тұрады. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Балығымыздың барлығын жақсылап қуырып алдық, дастарханға ыстықтай тартамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тәбет ашарлықтай өте әдемі, дәмі де сөзсіз керемет болған. Жасап көріңіздер. Төменде комментарий бөлімінде өздеріңіздің балық қуыру әдістеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Осы видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.